Өзбекәлі Жәнібек, Мәдени майдан. 2022 жылдың күзі. Телефоным шыр етті. Құлағыма тоссам, тұтқаның ар жағынан «Аға, сәлем бердік» деген бойжеткеннің нәзік үні шықты. «Көп жаса, айта бер» дедім. «Білгім келеді деген студенттер клубынан хабарласып тұрмын. Ертең кезекті жиынымыз. Соған келіп Өзбекәлі Жәнібек жайында әңгіме айтып бере аласыз ба?» деп қолқа салды. Ол кезде Өзбекәлі жайлы жалпылама білгенім болмаса, өміріне терең бойламаған едім. Әлгі қыз қиылып қоймады. «Жарайды, білгенімді айтып берейін» дедім. «Ендеше ертең кешкі сағат 7-де Жамбыл кітапханасында күтеміз» деп жылы қоштасты. Келесі күні кітапханаға ертерек бардым. Жиынға дайындалуым керек. Өзбекәлінің «Тағдыр тағылымы» деген кітабын алып оқи бастадым. Сол кезде алғаш рет оның өмірінің оңғыл-шұңғылымен таныстым. Әсіресе Торғай облысының мәдени өрлеуі мен экономикалық дамуы қатты таңғалдырды. Сол бөлімдегі ең қызық деректерді түртіп алдым да, кешкі отырысқа тас түйін дайын отырдым. Клубқа 100-ге жуық студент жиналды. «Я құдайым, тіл мен жақты сүріндірме» деп іштей сыйынып алдым да, әңгімені бастай жөнелдім. «Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді» деген сөздің ақиқатын қара. Өзбекәлінің өмірі жайлы толғай бастаған сәттен-ақ кең бөлмеге таңғажайып тәңірлік толқын ене бастады. Барған сайын әңгімеде қоюланып, жастардың жанарынан ұшқын көрінді. Олардың өмірге құштарлығы оянып, қазақ мәдениетін тереңірек біле түссек деген ынтасы арта түсті. Тыңдаушы ықыласты болса, сөйлеуші шешен келеді деген. Менің де арқам қозып, қан тамырым бүлкілдеп, жүрегім шымырлап, көкірегім кеңіп шыға келді. Кездесу 2 сағатқа созылды. Жастарды қайдам, өзім өмірдің басқа бір дәлізін ашқандай ерекше күйге бөлендім. Бұл не мұғжиза? Бұл өмірдің ең маңызды низамы. Адамнан өзге тіршілік иесі бұл әлемге піскен болмыс күйінде түседі. Оларда өзгеріс болмайды. Дайын күйінде туып, сол күйінде өзгермей өледі. Өлгендерін жаңалары алмастырып кете береді. Ал адам болмысы басқаша, ол шикі болмысқа жатады. Яғни туған кезде оның кім болатынын, өлетін сәтте қандай күйге түсетінін ешкім болжай алмайды. Өмір адамға мәңгі өлмес болмысқа, being, айналу үшін жаратушыдан берілген қайталанбас мүмкіндік. Бірақ оның шарты бар. Шарты ар алдында, қоғам алдында, ұлт алдында, Құдай алдында қиналмай адамдық борышты арқалау. Сол жолда тартқан азабың мен көрген қорлығың үшін біреуден мүсіркеу күтпеу, мақтау дәметпеу. Осы шартқа көніп, аманатты арқалап, қиын тағдырды саналы түрде сүріп шыққан адамға Тәңірі мәңгілік болмыс күйін сыйға тартады. Бұдан соң адамның өзі өлсе де, оның болмыс сипаты кейінгі ұрпақтың жүрегіне от жағып, тіршілігіне оңынан әсер етіп тұрады. Осы кездесу мені терең ойға қалдырды. Себебі қазақ жастары Өзбекәлі Жәнібек жайлы жарытып білмейтін болып шықты. Баспасөз бетінде там-тұмдап шығып қалатын естеліктер тұлғаның таныла түсуіне анау айтқандай ықпал ете алмаған. Әсілі, мәңгілік барлыққа өтіп кеткен болмыс тыныш жата ма? Ол өзінің бар екенін білдіріп, басқаларды түртпектейді. Оны мына оқиғадан білесіз. 2022 жылдың қарашасында Instagram парақшама: «Бүгін Өзбекәлі Жәнібекті әңгімеге арқау етемін. Тыңдаушының өміріне өзгеріс әкеледі» деп хабарлама жазып қойдым. Олай болса қанеке, деп оқырмандар ықыласты танытты. Кешке тікелей эфирге шықтым да, «Тағдыр тағылымы» кітабын дауыстап оқыдым. Жай ғана оқып қоймай, философиялық экзистенциялық ойларды тұздық етіп қостым. Эфирдің өзі 3 сағатқа созылды. Жұрт тапжылмай тыңдады. Болмыстың ашылуы осы кезде тағы көрінді. Эфир біткен сәтте Өзбекәлі деген кім? Мұндайда қайраткер болған ба? Неғып бұрын естімегенбіз? Деп тыңдаушының бәрі теңселіп кетті. «Жалғасын айтыңызшы, кітабын қайдан алып оқимыз?» деп сұраған адамда есеп жоқ. Сол күні эфир көрген жұрттың бәрі Өзбекәліні талқылап кетті. Яғни болмыс ретінде ашылайын десе, өзінің ішкі потенциалын жаға алмай, күш-қуатын қайда жұмсарын білмей, экзистенциялық вакуумде тұншығып жатқан адамның бәрі
өнегелі өмірдің жойылмас өрнегін көргендей болды. Олар өзбек елінің жарық шашқан мәңгілік болмысына ентелей ұмтылды. Қазақтың көкесі келесі күні басталды. Түске таяу телефоным толғап қоя берді. Қарасам, шетелдік нөмір. Амандасқан соң, тыңдап тұрмын, дедім. Мен Нұрбах Рүстемов деген ағаң боламын. Бухаресте елші болып істеймін. Кеше өзбек ел жайлы эфиріңді тыңдадым. Маған ұнады. Өзбек елі сияқты қазақ мәдениетін тірілткен тұлғалар санаулы. Оның ерлігін қалай насихаттасақ та аздық етеді. Мен ол кісінің көзін көріп, тәлімін алған аз қазақтың бірімін. Бір басыма жасаған жақсылығын айтып таусалмаспын. Автор кітабында көп оқиғаны тарқатып жазбаған. Оның себебі де бар. Байқағаным, сен ол кезеңді жетік білмейтін сияқтысың. Саған сол дәуір мен оның замандастар жайында аз-кем ақпарат берейін, деді де 1 сағатқа жуық тарихты тарқатты. Кітапта аты аталмай кеткен жұмбақ типтердің бетпердесі сыпырылып, оқиғалар анықтала түсті. Сахнаның арғы бетін тамашалағандай көзім шайдай ашылды. Інім, енді саған бұйымтайым бар. Ел үшін туған ерлердің қалам ұстаған ақында алынбаған ақысы бар деген. Сол ақысын өте. Осы істі қолға алған екенсің, өзбек елі жайлы еңбек жаз. Жаңа буын оны танып өссін. Өз ағаңмен замандас болып, оның көзін көріп қызметтес болған кісілер қазір де тірі. Соларға хабарлас та, сұхбаттас. Деректерді жинап ал. Телефон нөмірін тауып берейін. Сенмен жолықсын деп өтініште білдірейін. Шаршадым деме, жатпай тұрмай, осы істі қолға алып абыроймен ақтап шық. Жастар оның өнегелі өмірінен шабыт алып, өзбек елі сияқты мәдениет үшін күресетін қайраткер болсын, деді. Осылайша мойныма еріксіз борыш жүктеді. Адамдық борышты арқалаған мәңгілік болмыстың бар қасиеті осы. Оның өміріне жанап кетсең, өзіңнің де мойныңа борышты арқалатып жібереді. Құрметті оқырман, бұл кітапты аяқтағанда сіздің де мойныңызда бір борыштың ілініп тұратынына күмәніңіз болмасын. Бірақ ол борыштан шошымаңыз. Бұл сіздің бағыңыз болуы әбден мүмкін. Нұрбах Рүстемовпен ауызша уағдаластық. Іздегенге сұраған. Бір айдан соң 2022 жылдың желтоқсан айында Алматы қаласында өзбек елі Жәнібекті еске алу шарасы ұйымдастырылды. Өзбек елі атамыздың ұрпағы осы жиынға мені шақырды. Өзбек елінің әлеміне тереңдеп кіре бастадым. Түрлі дерекке қанығып, балаларын көріп, бір жасап қалдым. Жиыннан соң өзбек еліне зерттеу сапарым басталды. Елші мырза сөзінде тұрды. Жасы келіп, күтімге мұқтаж болып отырған кірпияз қариялардың бәрін дерек беруге көндірді. Асыққанымыз қандай жақсы болған. Себебі ең жас куәгердің өзі бұл кезде 75 жаста болатын. Алдымен Алматыда тұратын Никара Абаевамен жолықтым. Сосын атбасын Қапшағайға бұрып, Нұрлан деген туысымен таныстым. Астанада Тойған Ізімова, Қойшығара Салғараұлы, Ниетжан Өзбекәліұлы, Мұхтархан Манапов және Мырзатай Жолдасбекпен сұхбаттастым. Атырауға барып, Гүлжан Талпақованың әңгімесін тыңдадым. Қостанайда Ибрахим Ағатайұлымен тілдестім. Шымкентте Райса Райымбекованың үйінде қонақта болдым. Түркістанға келіп, өзбек елінің немересі, інісі Нұржан Серіммен жүзбе-жүз сөйлесудің сәті түсті. Маған сұхбат беруге келіскен кісілердің бірі Сергей Трещенко еді. Онымен хабарласқан кезімде, қазір қарбаласпын, келесі айда хабарлас, айтып беремін, деген. Өкінішке қарай, ол кісі 10 күннен соң о дүниеге аттанып кете барды. Әр қарай кітапханада отырып өзбек елі жайлы жазылған деректерді ақтардым. Байқағаным, өзбек елі тануды жазушы, ғалым Құлыбек Ергөбек көп естелік сақтап қалуға тырысқан. Ол өз ағаңның соңғы сәтіне дейінгі оқиғаны хаттап, кәдімгі жылнамаша ұқсап жазба жүргізген. Осы деректерді назардан өткізіп, оқиғаларды рет-ретімен қойып, қолдан келгенше экзистенциялық талдау жасауға тырыстық. Құрметті оқырман, бұл кітапты соңына дейін оқып шықсаңыз, өзбек елі Жәнібектің мәңгілік болмысымен әсерлесесіз. Бәлкім, сіздің де іштей ыдырап, мәні мен маңызы қаша бастаған сүреңсіз өміріңізге, ғайыптан сәуле түсіп, мағыналы ғұмыр кешуіңізге септігі тиіп қалар. Қыздарға қорған табылды. Қаулының жобасына неге қол қоймадың? Григорий Андреевич, солярка сасыған қызға қандай жігіт жолайды? Қыздың келешегін ойлау керек. Мыңдаған еркек кеңседе қағаз кеміріп отыр,
Трактор айдайтын адам табылмаса, соларды жіберейік. Керісінше, қыз-келіншектер кеңсеге ауысса, ұқыптылық пайда болады, деді ол. Сол сәтте Батраков орнынан ұшып тұрып: "Көрдіңіз ғой, Григорий Андреевич, бітіп тұрған шаруаны комсомол хатшысы әдейі қиындатып отыр", деп безілдеді. "Сіз әлі де түсінбей тұрсыз. Мен трактор бригадасына қарсы емеспін. Бригада құрылсын, жұмысын жасай берсін. Бірақ бригаданы қыз-келіншектен жасақтауға үзілді-кесілді қарсымын". "Неге қарсысың? Олар барса не болады?" "Ештеңе болмай ма? Не қылады екен? Ендеше өзіңіз әйеліңіз бен қызыңызды тракторшының курсына жіберіңіз. Сіз жіберсеңіз, мен құжатқа қол қоямын. Бірақ олай етпейтініңізге сенімдімін. Біреудің әлпештеген әйелі мен еркелеткен қызын ауыр жұмысқа үгіттеп, егіске айдап салу оңай іс. Кезек өзіңе келгенде кібіртіктеп қаласың", деді қаймықпай. Оның кескінінен: "Мен тірі тұрғанда ешбір қазақ қызы трактордың рөліне отырмайды" деген кесінді рай білініп тұрды. Содан болар мысы басып, Батраковты ықтырып қойды. Ол айтарға сөз таппай тосылды. Осы кезде үнсіз отырған Рагинец сынып кетті ме, әлде аяқ астынан шыншыл болып шыға келді ме, белгісіз. Бірақ хатшы дұрыс айтады. Әйелден бригада құруға мүдделі адамның бірі мен. Сөйте тұра оған қарсымын. Соғыс кезінде талай әйел тракторға отырған. Солардың 30%-дан астамы кейін бала көтере алмай қалды. Осыны ескермесе болмайды, Григорий Андреевич, деп мұның жағына шықты. Бұдан соң олардың алдыңғы арыны басылып, жұмсарып сала берді. Ақылдаса келе, арнайы қаулы керек емес. Қыз-келіншектен бригада құрғысы келгендер алдымен оған жағдай жасасын. Сосын барып бұл мәселеге қайта айналып соғамыз, деп тарасты. Бұл дау 1965 жылдары Григорий Андреевич Мельчниктің кабинетінде болып жатыр. Ол 1963 пен 1972 жылдары арасында орталық комитетінің хатшысы болған. Дау былай басталған: Республикалық Қазсельхозтехника бірлестігі қыз-келіншектен егістікке трактор бригадалары құрылсын деген кесір ұсынысты өкіметке ұсынған. Батраков осы қаулыны ұсынған бірлестіктің төрағасы, ал Рагинец ауыл шаруашылығы министрі. Осы үш мықтымен тіресіп отырған 34 жастағы комсомол хатшысы Өзбекәлі Жәнібек. Біздің кітаптың басты қаһарманы осы жігіт ағасы болмақ. Комсомолдың қырсық хатшысы карьерасын бәйгеге тігіп, не үшін өкіметпен тіресіп отыр? Себебі ол қыз-келіншек бригадасы дегеннің астарында қазақ келіншегі деген солақай саясат жатқанын жақсы білді. Мұндай ауыр жұмысқа жегілгенде үлбіреген қазақ қызының нәзіктігінен 4-5 жылда түк те қалмайды. Бұл жұмыстың ауырлығы табиғаты қолайлы оңтүстік аймақта онша білінбейді. Бірақ ауа райы қатал солтүстік өлкеде трактор айдаған әйелдер бала таппайтын бедеу болып қалатын. Бір қызығы, ақжүрек Рагинец мұны жақсы біледі, және ол да бұл қаулыға қарсы. Дәл осы уақытта орыстың қыз-келіншектері Алматыға пропискаға бірден тіркеліп, оп-оңай пәтер алып, астың асылын ішіп, тонның қамқасын киіп, сенбі-жексенбіде медеуде коньки теуіп жүретін. Бұл қаулының түбін қазсаң, жіптің ұшы Кремльге тіреледі. Ондағы сұмпайы коммунистер Қазақстанда мәдени геноцид жүргізіп жатқан. Яғни, қазақ жұртын сталиндік кезеңдегідей аштықпен қырып, тұрпайы жолмен атып, итжеккенге айдап, физикалық түрде жоя алмайтын. Қолайлысы мәдени геноцид жүргізу. Ол бұлай болады. Қазақтарды қалаға жолатпайды. Жігіт тұрмақ қызының өзін оқуға түсірмей, қара жұмысқа жегеді. Жолы болып қалаға орнықса да, баласын қазақша оқытуға мүмкіндік бермейді. Қазақ мектебі мен балабақшасын қолдан тұншықтырады. Осыншама тегеурінді мәдени геноцид күшінде тұрғанда, 34 жастағы Өзбекәлі қорықпай өкіметтің саясатына қарсы қимылдап тұр. Ол биліктің тетігін жақсы біледі. Ереже бойынша комсомолдың бірінші хатшысы қол қоймаса, партияның ешбір қаулысы жүзеге аспайтын. Алматыдағы коммунист көсемдер мұндай қарсылыққа алғаш рет тап келіп тұрса, таңғалмаңыз. Себебі бұдан бұрында жоғарыдағы шенеуніктер ешкіммен ақылдаспай, желіге басылмаған жастарға ұнай кететін түрлі ұран ойлап тауып, комсомолдарды елдің кез келген түкпіріндегі қара жұмысқа сұраусыз сала беретін. Өзінен басқаны жағымсыз жұмысқа жегу Ресей империясынан мирасқа қалған дерт. Әріге бармай 1916 жылдың июнь жарлығын еске алыңыз.
Ақ патша бұрынғы уәдесін жұтып, қазақтарды бірінші дүниежүзілік соғыстың қара жұмысына жеккен. Торғайдағы көтеріліс содан шықты. Теңдік әпергіш, әділ совет өкіметі орнаған соң да қазақтың бағы жанбады. Қазақ ұландарын советтік ұрандармен көрінген саланың қара жұмысына жұмсай беретін өзбек елі комсомолдардың бірінші хатшысы болған соң, осындай қауіпті қаулылардың желкесін қиды. Оның аргументімен әруағының үстем түскені сонша, сол кездегі орталық комитеттің екінші хатшысы Титов өзбек елімен санасып қана қоймай, қолдауға мәжбүр болды. Ол кезде екінші хатшы, Қонаевтан кейінгі екінші адам, биліктегі мұндай ықпалды кісіні ықтыру немесе дегеніне көндіру оңай шаруа емес, бәлкім қауіпті. Ордажық Оран 1963 жылдардың басында Семей облысының Шұбартау ауданында басталған қой бағу ұраны бірнеше жылда Қазақстанды жайпап кетті. Ұранның әсерлі болғаны сонша, мектепті алтынға бітірген оқушының өзі қой бағып, өкіметке ет өткізуді абырой санаған. Осындай ұранның тұзағына түсіп қалған аңғал қазақтың бірі тарихшы Қойшығара Салғараұлы. Кітапты жазу барысында онымен сұхбаттастық. Ол Торғайда өзбек елімен істес болған екен. Сұхбатта бүй дейді: мектепті жақсы оқыдым, кітапты бір оқысам, түгел жаттап аламын. Мені бәрі Алматыға барып, ғылым қуып, ғалым болады деп ойлаған. Аудан деңгейінде танылып та қалған шамам бар. 1957 жылы Лениншіл жас газетіне қой бағуға кетіп бара жатқан жастардың тартымды фотолар шықты. Ол кезде 9 класста оқимын. Сол ұранға елтіп, жатсам тұрсам 100 қойдан 130 қоз алу деген арманға маталдым. Сабағым нашарлап кетті. Кітап оқуға деген ынтам азайды. Мектепті бітіре сала өзім сұранып, малғаттандым. Сол жылдары 2-3 жыл қой бақпасаң, аттестатыңды бермейтін. Кіммен сөйлессем де, өкіметке ет керек деп күпініп сөйлейтін. Бір күні ауылға бұрыннан таныс көз ашық райкомның бір басшысы келеді. Ол Қойшығараны көріп: «Әй, сен бала, мұнда не істеп жүрсің?» деп сұрады. «Не істеп жүргені қалай? Қой бағып жүрмін», дедім майданның шебінде тұрған жауынгер ұқсап. «Мен сені ғалым болады деп ойласам», деді ол күрсініп. «Отанымыз КСРО-ға ет керек, ол үшін мал басын көбейту қажет. Бұл да бір ғылым», деп соғып тұрмын. «Әй, басты қатырма, қойды жаздың басына дейін бағасың. Сосын Алматыға оқуға жіберем, дайындала бер». «Мен бармаймын, бәріміз оқу ұзақ, малды кім бағады, өкіметке кім ет береді?» «Сен бала не білесің? Мұның астарында қисық саясат жатыр. Елге шамшырақ болып, жол көрсететін өзіңдей ақылды азаматтар қой бағып, жайына кетті. Ертең осының кесірінен ел азады. Ақылдының мал табуға септігі жоқ, ақымақтың мал табуға кемдігі жоқ деген. Қойды кез келген адам бағалады. Тіліңмен жағыңа сүйенбей Алматыға бар. Не саясат екенін барғасын көресің», деп ашуланды. Райкомның айтқаны айнымай келді. Сол кездегі Киров атындағы қазмуға түскен соң, қазақ ұлтының қандай аянышты халде екенін көзбен көрдім. Журналистиканы бітіріп тұлғалармен тілдескенде бұл тақырыпқа тереңдей түстім. Бақсам, бақа екен дегендей қазақтың төл тарихын оқуға тыйым салынған екен. Осыған ерегесіп, мен кейін тарих ғылымына ауысып кеттім. Дәл осындай оқиға Әбіш Кекілбаевтың да басынан өткен. 1955 жылы Нұртас Оңдасынов мәдени айдауға ұшырап, қызметі төмендетіліп, Гурьев облысы атқару комитетінің төрағасы болып бекітіледі. Бірақ тағдыры оны талантты жазушының бағын ашу үшін мұнда келгендей көрінді. Себебі, сол жылы мектеп бітірушілерді қой бағуға жіберіп жатқан. Нұртас мұның алдында ғана Әбіштің бір мақаласын газет бетінен оқып, жазу қабілетін байқаған еді. Бір күні ол қой бағып жүрген жастар бригадасының тізімінен Әбіш Кекілбаевтың атын оқып қалады. Дереу оны өзіне шақырып, мән-жайды түсіндіреді де Алматыға оқуға жібереді. Бірде өзбек елі Кентауға жиынға барды. Облыс басшысы: «Жақында Кентаудың жастары мал бағуға аттанады. 100 қойдан 130 қоз алатын батырлар бізден де шығады» деген ұранды түйдек-түйдегімен төгіп тұр екен. Мұны естігенде өзбек елінің қаны басына шапты. Шыдай алмай: «Білдей облыс басшысысыз, сізді түсіне алмадым.
Біз қазақ жастарын өнеркәсіптің сан саласына бейімдей алмай жатырмыз. Маманданған қазақтың саны санаулы. Аз қазақты тиімді пайдаланудың орнына, оларды неліктен қалаға емес, қырға қуып жатырсыз, деді. Жоқ, мені дұрыс түсінбедіңіз. Қой бағуға қазақтар ғана емес, өзге ұлт өкілі бірге аттанады деп басшы ақталғандай болды. Осы сөзіңізге өзіңіз сенесіз бе? Қойшылыққа қазақтан басқа орыс не татарды, гректі жібере алмайсыз ғой. Әлде Степановты ұмытып қалдыңыз ба? Деп ораншыл басшының аптығын басып тастады. Себебі мұның алдында ғана мамандығы слесарь Степанов деген орысты Созақ ауданындағы Құмкент совхозына қойшы қылып жіберген. Безіп кетпесін деп жағдайында жасаған. Ол соның өзінде бұл шаруаның азабына төтеп бере алмапты. Бір ай болмай жатып, Шымкенттегі жылы ұясына тайып тұрған. Осындай оқиғаның бірі Отырар ауданында да жүріп жатты. Шәуілдір ауданының басшысы Тайбеков мектеп бітірген жастардың қолына комсомолдың қызыл туын ұстатып, қойшы ауылдарға лег-легімен аттандырып жатқан. Өзбекәлі оған да тосқауыл қоюға тырысып: ең болмаса қыздарға тиіспеңдерші, қойшыға күйеуге тисе, онсыз да қойшы болады ғой. Бәрін бірдей малға салатындай бастарыңа не күн туды, дегенде ісіне адал парторг. Амал жоқ, тапсырма солай, деп шынын айтып қойды. Өзбекәлінің қойшыға тисе, онсыз да қойшы болады деген ымбалын былай пайымдауға болады. Жас жігіттің бәрін қойға қудың, олар енді оқи алмайды, өмір бақи қойшы болады. Енді оқыған қызың да амалсыз қойшымен тұрмыс құрғанда, оның да оқуы жайына қалады. Яғни жапалақпен тас тұрсаң да жапалақ өледі, таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі деген ақиқатты астарлап тұр. Ол кезде мектепті жаңа бітірген 17 жасар қызды айдалаға апарып еркектердің арасында қой бақтыру қауіпті болатын. Қорғансыз қызға үнемі қатер төніп тұратын. Олардың талайы абыройдан айырылып, аборт жасатып, тағдырын күл-талқан қылды. Осы нүктеде Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол, Гүлсарысын» еске аласың. Бұл оңбаған ұран улы жемісін жылдан берді. Бір жылдың ішінде қаладағы үлкен оқуға аттанатын қазақ жастарының саны 2 есеге кеміп кетті.